Сәлеметсіздер ме? 17 қарашада Жоғары сот кеңесі жаңадан құрылған Абай, Жетісу және Ұлытау облыстарында 63 бос орынға арналған конкурстың қорытындысы шығарды. Облыстық соттардың сот алқалары төрағаларының 9 бос орнына 56 кандидат үміткер болды. Облыстық соттар судьяларынан 13 бос орнына 71 адам үміткер болды. Аудандық соттар төрағаларының 16 бос орнына 17 судья, аудандық соттар судьяларына 25 орнына 62 кандидат үміткер болды. Лауазымдар мен аймақтарға байланысты үміткердің саны әртүрлі болды. Мәселен, Абай облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының бос судьясы лауазымына бір орынға 22 адам үміткер болды. Ал Абай облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына бір орынға 3 адам ғана үміткер болды. 4 шалғайдағы және аз құрамды аудандық соттардың төрағалары лауазымдарына бірде-бір кандидат өтініш берген жоқ. Конкурс қорытындысы бойынша кеңеспен 51 адам іріктелді. Оның ішінде атап айтатын болсақ, 9 облыстық соттар алқаларының төрағалары лауазымдарына, 13 облыстық соттардың судьялары лауазымдарына, 7 аудандық соттар төрағаларының, 22 аудандық соттардың судьялары лауазымдарына. Облыстық соттардың сот алқалары төрағаларының, облыстық соттар судьяларының, аудандық соттар төрағаларының лауазымдарына мансаптық өсу шеңберінде жұмыс істеп жүрген судьялар ұсынылды. Облыстық соттардың сот алқалары төрағаларының лауазымдарына орташа жасы 50 жас, заңгерлік өтілі 25 жыл, ал сот жүйесіндегі жұмыс тәжірибесі 20 жыл болған судьялар іріктеліп алынды. Облыстық соттардың судьялары лауазымына орташа жасы 49 жас, заңгерлік өтілі 24 жыл, сот жүйесіндегі жұмыс тәжірибесі 15 жыл болған судьялар ұсынылды. Аудандық соттар төрағаларының лауазымдарына орташа жасы 42 жас, заңгерлік өтілі 18 жыл, сот жүйесіндегі жұмыс тәжірибесі 10 жыл болған судьялар ұсынылды. Аудандық соттар судьяларының лауазымдарына мемлекеттік органның заңгерлері, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, жергілікті соттардың мамандары және жүйе ішінде ауыстырылатын судьялар ұсынылды. Ұсынылған тұлғалардың орташа заңгер тәжірибесі 13 жыл, ал орташа жасы 36 жас. Аудандық соттардың судьялары лауазымына алғаш ұсынылған 13 үміткердің екеуі марапаттарға ие. Барлық кандидаттардың магистр дәрежесі бар, оның ішінде 12-сі мамандандырылған сот төрелігі академиясын бітірген. Ал ұсынылған 38 судьяның 5-еуі марапаттарға ие болса, 2-еуі заң ғылымдарының кандидаттары, 4-еуі магистр дәрежесінің иегерлері, олардың бірі президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясын бітірген. Судьялық лауазымдарға үміткерлер көп сатылы кезеңдік бақылау жүйесі негізінде қатаң конкурстық іріктеуден өтті. Конкурс келесіні қамтыды. Атап айтқанда, кешенді бағалау, кандидаттарды цифрлық критериялар жүйесі бойынша арнайы компьютерлік бағдарламамен бағалау, құзыреттер бойынша сұхбат, конкурстық комиссияның кандидаттары алдын ала қарауы, оның құрамына судьялар, адвокат, құқық профессоры, заң қауымдастығының прокуратураның өкілдері кіреді. Кеңес мүшелерінің кандидатураларды қарауды және судья лауазымына тағайындауға ұсынылатын кандидаттар дауыс беру арқылы айқындауы. Конкурстық іріктеу барысында бұқаралық ақпарат және әлеуметтік желілер мониторингі арқылы кандидаттар туралы жұртшылықтың пікірі зерделенді. Судьяларды іріктеу кезінде жұртшылықтың пікірін есепке алу үшін кеңестің веб-сайтында конкурсқа қатысқан адамдардың тізімі жарияланды және азаматтар әр үміткерге өз пікірін білдіре алды. Осыған байланысты азаматтарға кандидаттар туралы пікірлерді уақытылы жіберу қажеттігін еске саламыз, яғни конкурстың комиссия отырысына дейін аталған пікірлерді жіберу қажеттілігі. Сонымен қатар, кеңес шешім қабылдау барысында конкурсқа қатысатын судьяларға қатысты түскен азаматтардың шағымдарын қарап және оларды ескерді. Адвокаттар қауымдастығының пікірін зерттеу үшін конкурсқа қатысатын адамдардың тізімдері адвокаттар алқасына жолданды. Заңға сәйкес, судьялық лауазымдарға конкурсқа қатысушы кандидаттарды судьялар қоғамдастығының органдары қарады. Оны атап өтетін болсақ, облыстық соттардың жалпы отырыстарында. Кеңес атына кандидаттарды сипаттайтын барлығы 729 хат пен хабарлама келіп түсті.